Хейо, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен әдеттегі ер бүгін Free Fire Battlegrounds ойынынан видеоны жалғастырамыз. Видеоның тақырыбынан көргендеріңізге үшін бізде бүгін өтім үшін бомбезный видео үшін тік персонаждардың, яғни Free Fire'дағы персонаждардың қай елге ұқсайтындығын білетін боламыз. Білмей жатып достар, видео басыма жат. Осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, қасынан шыққан қоңыраушаны басып қойсаңыздар, сіздерден өтініп сұрайтыным. Ал ендеше біздер видеоға кеттік. Сен неге баспай отырсың бауырым? Видеоға лайк басасыз, арнаға тіркеле салсайш. Ішім қоп. Ендеше видеоға кеттік. Бізде ең бірінші Ева, яғни ең бірінші персонаждардың бірі ашық тұратын ол персонаж әрине бізде Қазақстанға 67% ұқсайды екен. Енді келесі бізде бәріміз білетін адам персонаж, ең бірінші Free Fire'ға кірген кездегі персонаж. Бізде ол персонаж Арменияға, яғни Қазақстанға 21% ұқсайды екен. Енді келесі персонаж бізде Никота. Үшім ол персонаж көк тудың желбіреген, үшім ол қазақ. 49% қазаққа ұқсайды екен. Енді бізде келесі бізде Келли. Енді көбісінің қолданатын персонажы бұл Келли де көк тудың желбіреген деп айтайын десем сәл ұқсайды екен. Енді Кореяға 73% ұқсайды екен. Бізде келесі персонаж Оливия. Яғни бұл персонаж білмеймін не навигі бар екенін, әйтеуір ол бізде Аустралияға ұқсайды екен. Так, енді бізде келесі персонажымыз Эндрю бізде достар қазақ қой, нағыз қазақ. Қазақпысың қазақ? Ей, қазақтар қайда? Қазақ болсаң лайк басып өт бауырым. Ал ендеше бізде келесі Форд деген сияқты, бізде ол Форд Қазақстанға 66% ұқсайды екен. Енді бізде келесі көбісі қолданатын София, яғни автоматтың патроны көп сиятын, үшім солай навигі бар. Ол бізде Египетке ұқсайды екен. Ал енді бізде келесі персонаж Антония бізде орыс екен. Енді орыс алкаш екен бізде. Так, Қазақстанға 33%, бірақ қазаққа құса қылмай ақ қойсын, бізге алкаштар керек емес. Келесі бізде көбісі енді қолданады, енді ол бізде Максим бізде Францияға ұқсайды екен. Енді аптешке тез қолданады бұл. Так, келесі бізде Тимур бізде ол лақ біткен бір айдаладағы біреуге ұқсайды екен. Үшім Грекия ма бірдеңе. Үшім бізде келесі Мекел. Енді көбісі қолданған бұрында шыққан кезінде ол бізде Россияға ұқсайды екен. 30% қазақ. Ал енді бізде келесі персонаж Рафаэль. Бізде Рафаэль қазір так көретін болсақ Украина, Қазақстанға 42%. Ема бомбез. Так, бізде келесі Моко бізде Францияға ұқсайды, қателеспесем. Франция, я. Қазақстанға 43%. Енді келесі персонаж бізде әрине көбісі алып шықпай жатып қолданған персонаж Хайотта, ол қазақ. Оказывается, Хайотта қазақ екен ғой, жіктер білмей жүргенбіз. Так, бізде келесі персонаж бізде Каролина. Бізде Каролина ат айтып тұрғандай Каролина Кореяға ұқсайды екен. Так, артында достарға ренжімей қойыңыздар. Бізде келесі Вуконг енді ешкімге ұқсамайды, себебі ол адам емес. Так, бізде келесі Итан. Бізде Итан, оказывается, қазақ емес, ол просто Германия. Қазақта ойлап қалдыңдар ма? Енді болып тұрады ондай. Бізде келесі Шани деген өзіміздің қазақтың шын шыққан әпкеміз екен ғой, білмей жүр екенбіз ғой. Так, енді бізде келесі ойбай видеоның тақырыбынан кірген боларсыздар. Алок біздің, оказывается, Алок біздің диджей екен ғой. Бізден шыққан диджей екен ғой, просто шетелдіктер асырап апты ғой. Так, бізде келесі Джозеф бізде. Бүгін не болып кетті? Бүгін қандай күн болып кетті достар? Бүгін барлығы қазақ екен ғой, біздің ойнап жүрген персонаждардың барлығы қазақтармен ойнап жүргенбіз ғой біздер. Келесі бізде Лаура. Бұл Лаура өз алдына Францияға, Россияға лақ бітіп қалыпты. Енді арттағы дыбыстарға ренжімей қойыңдар. Бізде келесі бұл бізде жаңадан шыққан персонаж, бұл менде жоқ, сондықтан осылай суретке түсірдім. Ол бізде Германияға ұқсайды екен. Атын да білмеймін даже мен бұл персонаждың. Ал бізде келесі Стефи бізде, оказывается, қазақ екен ғой, қазақтар көп екен негізі достар. Келісесіздер ме? Лайк басып комментарийға өз ойларын жазып кетіңдер. Келесі бізде әрине Нохора, машинаға мінсе жан беретін. Бұл Белгарияға ұқсайды.
яғни бізде келесі Альваро оказывается Скотланд в общем лақ біткен. Ал бізде келесі А124 оказывается А124 өзіміздің қазақ екен ғой, білмей жүргеніміз ғой, конкретно білмей жүргеніміз ғой. Ал бізде мына персонаж мен үшін білмедім, Ф деген жазу бар, бұл да біздің қазақ әпшеміз екен. Енді барлығы туысқандар болып шықты. Бәрі өзіміздің қазақтар екен ғой, білмей жүргеніміз ғой. Енді өшім видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп, басынан шыққан қоңырауын басып кетіңіздер. Ендеше осы видеоны ақырына дейін көріп тұрсаңыздар, ендеше видеоға кеттік, давайте. Ойбай, ақырына дейін көріп тұрсаңыздар деп қоям. Видео аяқталып қапты ғой. Ендеше сіздермен бірге болған ері, давайте лайк басып, арнаға тіркеліп кетейік, және де тағы да бір рет кешірім сұраймын арттағы дыбыстарға. Ендеше давайте, болды, видео бітті.